Қазір енді мына шундайрақ жырлар яратам, сен мені яратмысың деп жырлап жүріп болмас енді қазір. Қазір ғұмырға отчет бере башларға керек. Бір жыр ішлеріне сыярлық деп ұзын түйілса да. Шулай да енді бір Қазанда концерт қойғанда яз күні журналист қыз келді де Фәна абайды қатын қызлар бейрам алдынан интервью керек еді. Бірінші мәхаббеттігіз турында сөйлегіз әлі дей. Менің бар бірінде қартайсамда теге қызлар біле шайырып сөйлеше тұрған ғадат бар. Менің бірінші, екінші мәхаббет болмады, сразу үшіншіден башладым. Оптырап кетті, нешегенде дей. Мына шунысы білен яшеймінде мен айтам, төзіп 40 ел қазір. Шул үшіншісі білен. Әлік шығарып жібередір енді, күн өшкен бола тұрғаны шында, тегелей болай, сөздер ишеттірелер бітінде, біз бітінде теге қыңғыраулы қақмасақта шылтырай тұрған халық, артист халқы. Шуннан қазір енді нетебінде шанып, шын көңілден шығарып жіберейінді, жарлаудан башқа бүттен бір ішке де ярамайсың бітті. Оңа сүйініш, меңа күйініш енді. Мен айтам, ярауында ярайымдан еріндірі бит қазір. Мені поддержа еткен ерлер бардыр әлі залда да. Солай. Әлек еш жақта бірінші пландағы айбірлер қазір ең артқы планға көшті. Аллаға шүкір. Бір теге зияует шықты да анекдот сөйлеп күлдіріп алды бейт. Мен де күлдірейім деді бенде шындай. Уақыты ек сөйлеп. Бір анекдот сөйлейм, мына мектепте татар дәрісі бар екенін, татар тілі дәрісі. Оқытушы тоқтаға yazып қойған, Хайрулла шапшақ деп. Балалар ненде хата бар деп айтады. Қазір енді бишлігі оқушы әнесі қол көтәрі, апа, Хайрулла кіші есеме зор харапілі yazылыға тегіш. Әйе, дұрыс, бишлі де екен. Шуннан енді екілі ішлігігіні оқыған, Нойылда қол көтәрген. Нық етіп көтәрәді енді. Бұғда бірер хата таптым екен, әйден Нойыл, сенің ненде хата деп сұраған. Апаның Хайрулласы зор болға шыпшыға да зордар енді деп айтады. Мұна бір күлішіп алдық, тілек жыры енді. Шушы жыр білән моторын айттырып, үйлеріңізге тұралашырсыз енді. Min teliyim dostlarga günlerinin yaktısın, tünlerinin aylısın. Görmesin başığız yalgızlık hasretin, balalar kaygısın. Görmesin başığız yalgızlık hasretin, balalar kaygısın.